Абайдың 22-ші қара сөзі. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде болмас. Бай еді. Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп 100 кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп ақымақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайырда емес, мырзалықта. Емес, өз елімен, өз жерімен ойраңдасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп көп. Қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ, мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Біреулер не құрым киізді тұзға. Мал шыптыққан соң есі шығып, мырза болып, еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып, бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны құрметтейін десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі де есті. Ғарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп ілерлікте жайы бар. Енді қалды қу мен сұм, олар өзі де қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жә, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс билер тұра тұрсын. Енді әлбәтті, амал жоқ, момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен. Боламын деп бергеннен жаға алмай, жарымын беріп, жарымын тыныштығымен баға алмай ұры, залым, қуларға жеміт болып жүрген шын момын байларды аямасаң һәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқаны таба алмадым. Абайдың 22-ші сөзіне терең талдау. Абай Құнанбайұлының 22-ші сөзі қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы мен адамгершілік құндылықтарын талдайтын философиялық шығармаларының бірі. Бұл еңбегінде Абай заманындағы адамдардың моральдық және этикалық бейнесін көрсетіп, олардың әлсіз тұстарын ашық сынға алады. Ол қазақ халқының рухани азғындауы, әділетсіздік, жалған мырзалық, болыс билердің мансапқорлығы, момын байлардың дәрменсіздігі туралы ой қозғайды. Байлардың жағдайы және олардың дәрменсіздігі. Абай қазақтың ішінде жақсы көретін, қадірлейтін адам таба алмай, байларды қарастыра бастайды. Ол қазақ байларының еркіндігі жоқ екенін, олардың мал-мүлкі өздеріне тиесілі болмағандай күй кешетінін айтады. Байлар өздерін күшті көрсету үшін айналасына адамдар жинап, малын шашып, берекесіздікке ұрынып жүр. Абай байларды екі топқа бөледі. Жалтақ байлар өз малын сақтап қалу үшін, немесе басқаларға күш көрсету мақсатында жүздеген адамды өзіне тіркеуге тырысады. Бірақ олар бұл әрекетті жомарттық емес, жалтақтықтың белгісі ретінде жасайды. Қорқақ байлар олар күштілерден, кеселді қу мінезділерден қорқып, еріксіз түрде жем болуға мәжбүр. Осылайша, Абай қазақ байларының нағыз билікке ие бола алмайтынын, өздерінің дүние мүлкін дұрыс пайдалана алмайтынын көрсетеді. Бұл олардың рухани әлсіздігін, білім мен парасаттың жетіспеушілігінен туындаған жағдай екенін білдіреді. Мырзалықтың қадірі кеткені. Абай шынайы мырзалықтың жоғалып бара жатқанын, ал қазіргі мырзалардың жалған екенін айтады. Оның айтуынша, байлардың мырза болуы екі себептен ғана орын алады. Бірі пайда табу үшін мырза болып көрінеді. Екіншісі біреудің алдауына түсіп, жомарттыққа амалсыз баруға мәжбүр болады. Шынайы мырзалықтың белгісі адамгершілік пен әділдік. Бірақ Абай өз заманында мұндай адамдарды кездестірмегенін айтып, өкініш білдіреді. Болыс билердің құндылықсыздығы. Абай билікке келетін адамдардың әділ болуын қалайды. Бірақ өз заманында биліктің сатылып алынатынын, билікке шын лайық адамдар емес, ақша мен айла арқылы келгендердің отырғанын көрсетеді. Ол болыс билердің сатқындыққа, жемқорлыққа, әділетсіздікке бейім екенін қынжыла баяндайды. Абай үшін нағыз басшы халықтың қамын ойлауы тиіс, ал қазіргі билік халықтың қамын емес, өз пайдасын ғана көздейді.
Бұл қазақ қоғамының үлкен қайшылықтарының бірі деп бағаланады. Жақсылық пен жамандықтың өлшемі. Абай қоғамдағы жақсы мен жаманның ара жігін ажыратуға тырысады. Бірақ ол адамдардың жақсылыққа емес, жамандыққа мықты екенін байқағанын айтады. Оның пікірінше, әділеттілік, ұят, нысап секілді қасиеттер адамдарда жоқтың қасы. Ал қулық, арамдық, амал айла халық арасында кең таралған. Бұл жерде Абай қазақ қоғамындағы адамгершілік құндылықтардың құлдырағанын айқын сипаттайды. Ол шын мәнінде адамдық қасиеттердің әлсіреуін қоғамның ең үлкен проблемасы деп есептейді. Шынайы момын байларды қорғау. Абай ақырында кімнің тілеуін тілеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Ол шын мәнінде адал еңбек етіп, елге пайдасын тигізгісі келетін, бірақ заманның әділетсіздігінен қиындыққа ұшыраған момын байларды қорғау керек екенін түсінеді. Момын байлар ұры-қарлардың, жемқор биліктің, алаяқтардың құрбанына айналған адамдар. Олар әділетсіздіктің құрбаны болып, өз малын сақтай алмай, елдің тыныштығын қамтамасыз ету үшін амалсыздан малын бөліп беруге мәжбүр. Абай осы адамдарды аялау керек екенін айтады. Болыс билердің құндылықсыздығы. Абай билікке келетін адамдардың әділ болуын қалайды. Бірақ өз заманында биліктің сатылып алынатынын, билікке шын лайық адамдар емес, ақша мен айла арқылы келгендердің отырғанын көрсетеді. Ол болыс билердің сатқындыққа, жемқорлыққа, әділетсіздікке бейім екенін қынжыла баяндайды. Абай үшін нағыз басшы халықтың қамын ойлауы тиіс, ал қазіргі билік халықтың қамын емес, өз пайдасын ғана көздейді. Бұл қазақ қоғамының үлкен қайшылықтарының бірі деп бағаланады. Жақсылық пен жамандықтың өлшемі. Абай қоғамдағы жақсы мен жаманның ара жігін ажыратуға тырысады. Бірақ ол адамдардың жақсылыққа емес, жамандыққа мықты екенін байқағанын айтады. Оның пікірінше, әділеттілік, ұят, нысап секілді қасиеттер адамдарда жоқтың қасы. Ал қулық, арамдық, амал айла халық арасында кең таралған. Бұл жерде Абай қазақ қоғамындағы адамгершілік құндылықтардың құлдырағанын айқын сипаттайды. Ол шын мәнінде адамдық қасиеттердің әлсіреуін қоғамның ең үлкен проблемасы деп есептейді. Шынайы момын байларды қорғау. Абай ақырында кімнің тілеуін тілеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Ол шын мәнінде адал еңбек етіп, елге пайдасын тигізгісі келетін, бірақ заманның әділетсіздігінен қиындыққа ұшыраған момын байларды қорғау керек екенін түсінеді. Момын байлар ұры-қарлардың, жемқор биліктің, алаяқтардың құрбанына айналған адамдар. Олар әділетсіздіктің құрбаны болып, өз малын сақтай алмай, елдің тыныштығын қамтамасыз ету үшін амалсыздан малын бөліп беруге мәжбүр. Абай осы адамдарды аялау керек екенін айтады. Қорытындылай келе. Абайдың 22-ші сөзі қазақ қоғамының әлеуметтік мәселелерін тереңнен қарастырған еңбек. Ол байларды, мырзаларды, биліктегілерді және момын байларды сынай отырып, шынайы адамгершіліктің жоғалғанын көрсетеді. Бұл шығарма қазіргі заман үшінде маңызды, себебі қоғамдағы әділетсіздік, жемқорлық, жалған мырзалық, биліктің әділдікке сай келмеуі сияқты мәселелер әлі де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Абай адамды тек мал мен байлықпен өлшеуге болмайтынын, шынайы адамгершілік пен әділдікке мән беру керектігін ескертеді. Оның бұл еңбегі қазіргі заманның да айнасы іспеттес болып қала береді.